Ол үшін еңбек кз порталына тіркелесіздер. Мен тіркелуді жоғарыда видеода көрсеттім. Сол жерден осылай кірген кезде мындай оң жақта адамның суреті шығады. Сол жерден мой кабинетке кіреміз. Мінекей мой кабинет кірген кезде бірінші өздеріңіздің ип-ларыңызды предприятие деген соны тіркеп аласыздар. Ол үшін добавитті басасыздар. Добавитті басып, ип-ның атын жазып, мысалы, ип Айсана, мысалы, ип Айсана деп, вид деятельности немен айналысасыздар, қандай окет айналысасыздар, сол өздеріңіз айналысатын мамандарыңызды салаларыңызды жазасыздар. Форма собственности де частная собственность болады. Мінекей частная собственность деп выберите место расположения, яғни ип қай жерде орналасқан, соны жазасыздар. Мысалы, менікі Шымкент, мысалы, Аль-Фарабийский ип-ның уведомлениясында тұрады, ип қай жерде орналасқан бойынша. Және улицаны жазасыздар, мысалы, мінекей улицаны жазасыздар. Примерно осылай жазасыздар. Содан кейін өздеріңіз сайт болса жазасыздар, керек емес немесе и количество работников. Жұмысшы бар ма сіздерде? Жұмысшы бір деп қоя салыңыздар өздеріңізді. Сосын мінекей фамилия, аты жөндеріңіз неге? Мысалы. Фамилияны жазып, ерде. Мінекей электронный почталарыңыз тұрады, рабочий телефон, мына жерге тура сол номерді жазсаңыздар болады. Осылай жазып, скайп дейді, жаңағын жазсаңыздар да болады. Сохранить предприятие деп, сохранить етесіздер. Сол кезде мен уже сохранить етіп қойдым, мінекей. Сохранить етіп, сосын выбрать ЕЦП деп, мінекей. Выбрать ЕЦП деп, ерсамен қол қоясыздар. Мен уже сохранить етіп қойдым. Сонда да ерсамен қол қойайын мен қазір. Перенести. Менікі уже зарегистрирован ғой, поэтому перенести деп шығады. Обновить. Подтвердить. Қайтадан сұрап жатыр. Уже принадлежит дейді, өйткені менде уже тіркеліп қойған. Менікі сіздерде осылай тіркеліп, предприятие успешно зарегистрирован деген сөз шығады. Осыны жақсылап қойғаннан кейін, осылай шыққаннан кейін, мына жерде субсидируемые рабочие места деп тұр, сол жақта көрдіңіздер. Ішінде мінекей субсидияға берілетін орындар, яғни қазақшаға аударып жазсаңыздар болады. Заявки деген тұр, соны басасыздар. Мінекей менің заявкаларым тұр мына жерде. Менің заявкаларым тұр. Осы жерден мінекей добавить заявку деген тұр. Мына уже мен беріп қойғам, добавить заявку дегенді басасыздар. Мінекей тексеріп жатыр. Енді мінеде өздеріңіздің мінекей осылай данныйларыңыз шығады, жаңа орналасқан финансовый год деген 2023-ке аласыздар адамдар, Выберите меру содействия занятости дейді. Сіздерге қандай бағытта керек, мен 6 бағытты көрсеттім, алғашқы орын, орысша жазылған, менде қазақша мерде қаша қоя алмадым. Мінекей
алғашқы орын қоғамдық, жастар, мінекей қоғамдық, мынау контракт поколение, ұрпақтар жалғасы ма сол молодежная практика общественной работы серебряный возраст, яғни жұмысшы сізге қайсысы керек? Мысалы, общественной работы десек, мінекей выберем профессионал область. Енді не керек сіздерге общественной работада мысалы? Мысалы, производство басайық. Оның ішінде наименование, может, маған автослесарь керек шығар, иә? Автослесарьден қанша орын керек? Мысалы, мен бір орын дедім. Из них с инвалидностью бар ма? Инвалидность ішінде жоқ па? Жоқ, ол маған керек емес. Мысалы, мынау түрмеден босап шыққандар, иә? Олар да маған керек емес. Мысалы, из них для состоящего учить службы пробации. Жаңағы жұмыс жасайтындарға арналған, ол да керек болса керек, керек емес болса бір деп қоясыздар, иә? 12 айға беріледі. Мінекей 12 айға беріледі. Размер заработной платы в месяц. Қанша айлық төлейтінін оны бұл жерге жазбайсыздар, жазылмайды да бұл жерге. Мінекей оны өздеріңіз адам келгеннен кейін шешесіздер. Және де образованиясы қандай болу керек? 11-12 ма или уровень қандай мамандықта образование керек сіздерге? Выберить уровень образования десе, үстін басып шығады осы жерде. Общий средний 11-12 класс, мысалы. Профессиональный навык керек па? Соның үшеуін таңдайсыздар мына жерде. Кез келген үшеуін таңдайсыздар. Мысалы, мынандай үшеуін таңдайсыздар, а то ары қарай жүрмейді. Және де начните личные навыки. Қандай жауапкершілікті болсын ба, осы бизнесті түсінетін адам болсын ба, иә? Мысалы, соның үшеуін таңдаймыз. Мысалы, үшеуін таңдадым. Тіл білу керек па? Маған, мысалы, тіл білудің қажеті жоқ. Маған қазақша білсе жеткілікті, иә? Мінекей. Қазақша жақсы білсе болды. Должность контактного лица, мысалы, директор, иә? Мысалы, ИП-нікі директор болады. Және телефон номері болады, мысалы. Сосын сохранитті басамыз. Мінекей. Автослесарь деп шықты. Көрдіңіз бе мен таңдағаным? Және де действияға кіреміз да, подписать и отправить дейміз. Жөндейтін болсаңыздар, изменить дейсіз, удалить дейсіздер, егер керек емес болса. Подписать деп, мына жерден. Мінекей. Эрцамен қол қойып жібересіздер. Бұл жерде 5 күн мен 10 күн аралығы сол жердің жұмысшыларына байланысты. Сіздерге одобрение келсе, менде одобрено деп шығады. Бізде қазір не отправлено деп тұр, а мынау менің жібергенім. На рассмотрение деп тұр, қаралып жатыр дейді. Енді бұл одобрение келгеннен кейін сіз уже договорға отырасыз. Яғни сіздің алатын жұмыскеріңіз жұмыссыз болу керек, ол именно жұмыссыз болып тіркеліп қою керек. Сосын уже сол жерден сіз таба бересіз. Мінекей, дальше осылай сіздер тағы да заявка беретін болсаңыздар, тағы да добавить заявку деп жаңағыдай өздеріңізге керек мамандықты таңдап жіберсеңіздер, күнде заявка жіберсеңіздер болады. Содан кейін барлығымен договорға отырып, жұмысшыны алғаннан кейін мынандай табель тапсырасыздар. Мінекей табель деп тұр. Бұны табельдің толтырылуын, барлығын центр занятостьтен біліп алсаңыздар болады, себебі әр кезде ауысып кетеді. Міне де пуста, мінекей. Осылай табель толтырасыздар. Ал жұмысшы, мысалы, жұмысшыны қалай іздейсіздер? Ол үшін мынандай вакансия дегенді басасыздар. Яқта вакансия деп тұр. Так, міне де менде вакансия жоқ ешқандай да.
мінекей. Осы вакансияға тіркелгеннен кейін мысалы жұмысшы тіркеледі. Мен жұмыс беруші ғой мына жерде. Мына жерде жұмысшы өзінің вакансияға кіріп өзіне жаңағы өзін жұмысқа орналастыруға іздейді